Әлемде қақтығыстар мен зорлық-зомбылық әрекеттерінің жаһандық циклы белең алды. Былтыр түрлі деңгейдегі дүрбелең шамамен 30% артқан. Бұл соңғы 30 жылдағы ең жоғары көрсеткіш. Терроризм, экстремизм және сепаратизм, үш зұлым күш жаһан тыныштығын шайқап, бейбітшілікті бұзатын қылмыс. Деструктивті ұйымдардың жұмысқа ойы жекелеген елдердің конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге бағытталған. Діттегеніне жету үшін діни, саяси, экономикалық ахуалды бұрмалап, манипуляция жасайды. Цифрлық жүйе арқылы контент дайындап, отаршыл озбыр идеологияларды насихаттауда. Тұзаққа түсіретін тәсілдер де түрленген. Психологиялық әдістер мен заманауи мүмкіндіктерді пайдаланады. Қазақстан лаңкестіктің барлық түрін қатаң айыптайды және Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2025-2027 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасын қабылдауды ұсынды.